Сәлем достар, бүгін творогтан дүкенде сататындай сырок жасаймыз. Ең бірінші 300 грамм творогқа 2 шай қасық ванильді шекер, 2 ас қасық шекер және 30 грамм сары май құямыз. Төртеуін араластырып фильтрмен езіп аламыз. Барлығын бір келкі масса етіп алғаннан соң біраз қасықпен алып алақанымызға салып дөңгелектейміз. Одан соң оны сопақша етіп колбаскалар жасаймыз. Осылайша менде 300 грамм творогтан 8 колбаска шықты. Барлығын жасап болған соң 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Осы кезде водяной баняда сырықтарымыздың бетін қаптайтын шоколадымызды ерітіп аламыз. 100 грамм шоколадқа 50 грамм сары май салып ерігенше араластырамыз. Ең алдымен пергамент қағазын төсеп аламыз. Одан соң қолымызға шпажка алып, творогтың жарты беліне дейін саламыз. Содан соң ерітіп алған шоколадымызды осындай тереңірек ыдысқа құямыз. Жаңағы шпажкаға салынған творогты шоколадымыздың ішіне батырамыз. Осы әдіспен барлығын қайталап шығамыз. Барлығын шоколадқа батырып алған соң, осындай жағылмай қалған жерлер болса, шоколадты қасықпен алып жағып жіберсеңіз болады. Қолдан жасалған сырок өте дәмді әрі пайдалы. Жасап көруге кеңес беремін. Асыңыз дәмді болсын.